Аман есенсіздер ме, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін міне дәл осындай картошка гүл дайындайтын боламын. Алдымен картошканы аршып тазалап, енді оны қазір тураймыз. Картошканы енді ортасынан ұзыннан екіге бөлеміз. Арнайы таяқшаны қойып, екі жағына орташа етіп тураймыз. Картошкамызды турап болдық, міне осылай етіп турап алдық міне. Енді бұны суық суға 5 минуттай ештеңе салмай сала тұрамыз. Міне енді картошкамызды тұздаймыз. Тұзды суға саламыз картошканы. Тұзды судан алып, біраз сорғытып қоямыз. Енді картопымызды алып, крахмалды кәдімгідей аямастан себеміз. Әрқайсының ішіне кіргізіп, крахмалға әбден шылап алдық. Енді ортасына сосискийді қойып, зубочистканың көмегімен қадап аламыз. Мына картошка өте сыңғыш картошка екен, зорға дегенде идік. Міне енді тәтті картошкамыз, гүл картошка десек те болады, дайын болды. Май қызып жатыр, майды өте қатты қыздырмау керек, орташа. Енді бұны апарып пісіре бастаймыз. Бисмилля деп салайын міне. Екеуін пісіріп алайын. Міне бүйтіп майды үстіне бүйтіп құйғылап отырасыздар. Бұл картошка деген әртүрлі ғой. Мына картошка қайта-қайта сына береді. Көп суғарылған картошка ма? Зорға істедім. Пісіріп жатқанда аунатпаймыз. Міне бәрі бір картошканың ортасы ашылды. Міне енді біреулер соус дайындайды екен. Мен кәдімгі дүкеннің тәтті кетчуын істеп жатырмын. Мейрамдар келе жатыр. Жаңа жылда осындай дастарханды әсемдегенде осылай істесеңіздер болады. Енді мен кішкене күнжіт сеуіп жатырмын әдемілік үшін. Міне тәтті картошка, мен картошка гүлдер едім. Осы дайын болды міне. Қымбатты көрермендерім, егер де менің дайындаған осы картошка гүлім ұнаса, лайк басып, осыны жасап, мені қолдаңыздар. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.